Кешегі сойылған тайдың шек қарны жақсылап 3-4 қайтара ішін сыртын айналдырып жуып шықтым. Енді бұның сыртындағы жаңағы жабысқағын кетіруім керек. Ол үшін кейбіреулер колға пайдаланады екен. Ал мен керекуден бір өте тамаша әдісті үйреніп келдім. Өз көзіммен көріп, неке сұйық майды құйып, жақсылап жағып, 1 сағатқа қалдыру керек екен. Қазір соны сіздердің алдарыңызда жасап, кейін нәтижесін көрсететін боламын. Мынау қарталар неке. Мынау қарындар. Мынау шек. Достар, бір тайдың шек қарынына жарты литр ғана сұйық май кетті, және бірден нәтижесін көріп тұрмын, уже иісі жоқ. 1 сағат уақыт өтті. Қыздар, неке қараңыздар, қаншама кірін шығарған, жаңағы сілездің бәрі шығыпты. Неке жай ғана шайып алып жатырмын. Неке қолда ештеме де қалмайды, таза болыпты. Сондықтан осы әдіспен көріңіздер.